Қазық тұмсық өзінің өзгеше көрінісі менен басқа құстардан ажыралып тұратұғын, сирек ұшасатұғын құс. Ол Өзбекстан қызыл кітабына кіргізілген, яғни ол жоғалып кету қаупі астында һәм мемлекет қорғауында. Бұл құстың ең тек арғы белгісі оның тұмсығы. Ұзын һәм ұшы тап үлкен қасықтай кеңейген, реңі аппақ, аяқтар болса ұзын һәм қара болады. Қазық тұмсықлар су бойларын жақсы көреді. Өзбекстанда оларды төмендегі орындарда ұшыратуы мүмкін. Арал бойы аймақларында, Амудария һәм Мысырдария жағаларында, Айдар Арнасай көлдерінде. Олар суда жүріп, тұмсығын оңға һәм шепке қаратып, сіліктіп, аң аулайды. Олардың сүйіклі азығы майда балықлар, құрбақалар, судағы майда жәнліктер. Қазық тұмсықлар жүдә тату құстар. Олар қамыслықларда басқа құстармен бірге бір топар болып жасайды. Ана қазық тұмсық 3-5 шеке майы қойды һәм шөжелері шыққанға шекем оларды 25 күн дауымында абайлап басып жатады. Олардың азайып кетуіне тек араға себеп су бассейндерінің құрып қалуы һәм инсанлар тарапынан олардың тынышлығының бұзылуы болып есептелінеді. Сол себепле оларды аулау қатаң қадаған етілген. Қазық тұмсықлар қыста ыссы өлкелерге, Хиндистан һәм Африкаға ұшып кетеді. Ол бахарда және біздің өлкемізге қайтып келеді.